Сәлем оқушылар, біздің видео сабағымызға қош келдіңіздер. Бізде 15-ші аптада біз механикалық тербелістер және толқындар бөлімін талдайтын боламыз. Жалпы бұл бөлім аса қиын емес, бірақ та сонда да бір білу керек нюанстар бар. Сол себепті де ұбт-да келуі мүмкін, немесе осыған ұқсас есептер келеді-ау деген есептерді таңдап алдық. Енді біз бірінші есепке көшейік. Бірінші есебімізде косинус заңдылығымен тербелетін 8 секундта 4 тербеліс жасайтын материалдық нүктенің ең шеткі ығысуларының арақашықтығы 80 см болса, тербеліс басталғаннан 0,5 секунд уақыт өткен мезеттегі жылдамдығының модулін анықтауымыз керек. Яғни біз қандай да бір нүкте косинус заңдылығымен тербеледі дейді. Енді бізде ең шеткі ығысуларының арақашықтығы дегеніміз, мысалы айталық, бізде бір математикалық маятник бар деп айтайық, солай түсіндірген сіздерге оңайырақ болады. Так. Ең шеткі ығысуларының десек, мысалы бізде бір қабырғаға осындай бір жіпке ілінген доп бар деп айталық. Ол допты біз арлы-берлі тербесек, бізде тербеліс пайда болады. Енді ол біз допты мына жерден бір ұстап тұрып, оны жіберетін болсақ, ол не істейді? Былай қарай қозғалады да, екінші шетіне дәл сондай бір арақашықтыққа ығысады деп аламыз. Негізінде шын өмірде олай ығыспайды, өйткені кедергінің әсерінен ол азырақ ығысады, бірақ біз бұл екі арақашықтықты тең деп аламыз. Енді бізге айтады, ең шеткі ығысуларының арақашықтығы 80 см дейді. Ең шеткі ығысуларының арақашықтығы 80 см дегеніміз, ол бізде мына аралық пен мына аралықтың шамасы 80 см дегенді білдіреді. Яғни, бұл толығымен 80 см болса, онда біздің амплитудамыз 40 см. Яғни бізде ең шеткі ығысу, тепе-теңдік күйінен ең шеткі ығысуына дейінгі арақашықтықты біз амплитуда деп атаймыз. Енді сонда бізде не берілген? Косинус заңдылығымен тербелетін 8 секундта, яғни бізде уақыт берілген, ол 8 секундқа тең. Тербелісіміз берілген, ол 4-ке тең. Және де ең шеткі ығысуларының арақашықтығы 80 см болса, онда біздің амплитудамыз немесе x максималды деп жазайық. X максималды, ол бізде амплитуда, ол бізде 40 см немесе 0,4 метрге тең. Тербеліс басталғаннан 0,5 секунд уақыт өткен мезеттегі жылдамдығының модулін табуымыз керек. Яғни біз қандай да бір Т1 деген уақыт алайық, оны басқаша бір индекспен белгілейік, шатасып кетеміз. Осы кездегі бізге жылдамдығының модулі керек, яғни сол бір мезеттегі, яғни V 0,5 секундқа қойған кезде уақытымызды, сол кездегі бізде мәні қанша болады дейді, ол бізде модульдің ішінде. Енді біз тербелістің теңдеуін білеміз. Тербелістің теңдеуі қандай? Қарапайым x тең болады x максималды көбейтілген косинус немесе синус омега т плюс фи нолевой. Бірақ бізде фи нолевой көбінесе берілмейді, яғни тек қана омега т ғана берілуі мүмкін. Енді біз алдыңғы сабақтарда негізі электромагниттік тербелістер мен толқындарды өткен болатынбыз. Осы кезде де мен осы бір теңдеуді түсіндірдім. Енді оны сол сабақты көрген болсаңыздар, бұл сабақ сіздерге қатты қиын болады деп ойламаймын. Енді бізде бұл ненің теңдеуі, яғни тербелісіміздің қозғалысының уақытқа тәуелділік теңдеуі. Енді біз жылдамдыққа тәуелділік теңдеуін табуымыз керек. Оны табу үшін біз не істейміз? Яғни жылдамдықтың уақытқа тәуелділік теңдеуі, ол бізде осы тербелісіміздің уақытқа тәуелділік теңдеуінің бірінші реттік туындысына тең болады. Енді бізде кей кезде нені сұрау мүмкін? Үдеуді сұрау мүмкін. Үдеудің теңдеуін табу керек болсақ, үдеудің уақытқа тәуелділік теңдеуі, ол жылдамдықтың теңдеуінен бірінші реттік туынды, немесе тербелістің теңдеуінен екі реттік туынды аламыз. Яғни екі реттік туынды дегеніміз, екі рет туынды аламыз деген сөз. Енді ары қарай кетейік. Жылдамдығымыздың уақытқа тәуелділік теңдеуін табайық. Мына жерге біз Т1-ді қойымыз керек, есіңізде. Мына жерге де мен берілуіне де 0,5 емес, Т1 деп жазып қойын, 0,5-ді артынан қоямыз.
Так, Т1. Енді жылдамдықтың теңдеуін анықтайтын болсақ, бірінші біз мына жерде x максимал бірінші бізге теңдеуіміздің жаңағы бастапқы тербелісіміздің теңдеуіне несін қоюымыз керек, мәндерін қоюымыз керек, иә. Яғни x-тің теңдеуі бізде x максималдымыз, жаңағы біздің амплитудамыз 0,4-ке тең. Бізде айтып тұр косинус заңдылығымен тербелетін болса десек, онда біз косинус деп жазамыз. Одан кейін омега. Бізде омега берілмеген, бірақ бізде омеганың формуласы бар, иә. Омега дегеніміз ол 2π бөлінген период. Периодты табатын болсақ, период бізде уақыттың тербеліске қатынасы, яғни бізде уақытымыз 8 секундқа, тербелісіміз 4-ке тең. Онда бізде неше шығады? 2 секунд шығады. Ары қарай шығаратын болсақ, 2π бөлінген 2 секунд, иә, тербеліс периоды, онда бізде π деген π радиан секунд деген мән шығады. Яғни бізде омегамыздың мәні π т болады, иә. Яғни омега т фи нолевой бізде берілмеген. Яғни біз x-іміздің уақытқа тәуелді графигін таптық. Енді осыдан біз туынды аламыз. Туынды алсақ, 0,14-тің деген коэффициент алдында қалады. Косинустың туындысы минус синус пи т. Дұрыс па? Енді біз синустың ішінде тұрған тағы бір функциямыз, ол да күрделі функция болғаннан кейін, оның ішінен де туынды аламыз. Туынды алсақ, ол бізде пиға тең болады. Енді ары қарай мен әдемілеп жазатын болсам, Т1 деп жазайық. 0,14 пи, минусты алдына шығарып жіберемін, сонда синус пи т болады. Енді міне менің жаңағы жылдамдықтың уақытқа тәуелділік теңдеуі шықты. Ары қарай мен осыған 0,5 деген уақытымды қоям. Уақытты қоятын болсам 0,14, пи дегенді ашайын 3,4, синус, пи көбейтілген 0,5 немесе 0,5-ді 2,1 деп қоям, иә, мына уақытты қойып жатырмын. Сонда менің жылдамдығым нешеге тең болады? Минус 0,14 көбейтілген 3,114, синус пи бөлінген 2. Синустың шеңберін жазатын болсақ, синустың шеңберінің пи бөлінген 2-де, ол бізде 2 жағы плюс болғаннан кейін 1-ге тең болады екен. Сонда бізде жуық шамамен 1,256 метр секунд деген жауабымыз шығады екен. Әрине, ол бізде минуспен шығады, бірақ та бізде не сұрап тұр? Уақыт мезетіндегі жылдамдығының модулін сұрап тұр. Яғни оның модулі бізде С жауабына сәйкес келеді. Енді екінші сұрағымыз, суретте жіпкеленген шардың тербелісі көрсетілген шар жылдамдығы максимал болатын нүктені анықтаңыз дейді. Яғни жіпке ілінген шар берілген, иә. Жіпке ілінген шар берілген, енді қарайтын болсақ, бұның қай кезде шар жылдамдығы максимал болады. Бұны біз енді Telegram каналдағы викторинада сұрақ келген кезде мен сіздерге осы суретті жіберген едім. Енді осыны жақсылап тұрып талдайық. Біз бұны қалай елестетеміз, иә. Бұл маятниктің қозғалысын біз былай айтамыз. Ол бізде бір жағынан горизонтальды қозғалып жатыр, екінші жағынан қалай қозғалып жатыр? Вертикальды түрде қозғалып жатыр, иә. Енді бұл жерде біз нені білуіміз керек? Біз еркін түсуден өткен болатынбыз, иә. Еркін түсуде өткен кезде, мысалы, вертикаль қозғалысты қарастырайық, иә. Мысалы, мына бір шарды деп алайық, оны біз жоғары қарай лақтырсақ. Жоғары қарай лақтырсақ, біз бастапқыда оны қандай жылдамдықпен лақтырамыз? Максималды жылдамдықпен лақтырамыз. Мысалы, айталық 10 метр секунд жылдамдықпен. Енді ол шар не істейді? Тік жоғары лақтырсақ, ол тік жоғары барады да, қандай да бір биіктікке келеді. Мына жерде қандай да бір биіктікке келеді. Осы биіктікке келгеннен кейін, оның биіктігі максимал болады, иә. Ал оның биіктігі максимал болған кезде біз не істейтін едік? Оның жылдамдығын 0 деп аламыз, иә. Яғни осы нүктеде оның жылдамдығы қандай да бір нүктеге жеткенге оның жылдамдығы 0-ге тең болады да, ол қайтадан астыға қарай дәл сол траекториямен жерге қарай құлап түседі. Дұрыс па? Енді біз дәл осы бір логикамен мына маятникті да, яғни жіпке ілінген добымыздың қозғалысында, тербелісінде сондай бір логикамен байланыстырсақ болады. Өйткені қарайтын болсақ, бастапқыда оны біз осындай бір
биіктікте ұстап тұрдық делік, немесе мына жерде бір оны жылдамдықпен лақтырдық делік, иә, мысалы былай итеріп жібереміз. Сонда итерген кезде ол не істейді, бүйтіп көтеріледі. Көтерілген кезде оның несі пайда болады, h деген биіктігі пайда болады. Сосын ол көтеріліп, енді әрі қарай көтеріле бермейді, ол қандай да бір уақыттан кейін ол не істейді, тоқтайды. Ал тоқтау деген не деген сөз? Жылдамдығымыз нөлге тең болды деген сөз. Яғни ол максималды биіктігіне жеткен кезде ол тоқтайды. Тоқтағаннан кейін ол қайтадан не істейді? Былай қарай жаңағы еркін түсу үдеуінің әсерінен былайша айтқанда қайтадан жерге түседі, мына жерге келіп қайтадан жылдамдық алады, сөйтіп қайтадан мына жаққа қарай көтеріледі. Сөйтіп бізде тербеліс пайда болады, иә. Енді мына жерде бізде получается екінші нүктемізде не болу керек? Жылдамдығымыз максималды болу керек. Енді мына жақта биіктігіміз максимал болса, мына жақта жылдамдығымыз максимал. Енді мына жерде де дәл сол логика, мына жақта h-ымыз ең үлкен мәнге ие болады, мына жерде жылдамдығымыз нөлге тең болады. Яғни шар жылдамдығы максимал болатын нүкте ол бізде екінші нүктеге сәйкес келеді екен. Ал оның ең жаңағы биіктігі ең үлкен нүкте немесе потенциалдық энергиясы ең үлкен нүкте десе, онда біз 1 мен 3-ші нүктені айтатын едік. Енді үшінші есебіміз. Суретте екі серіппелі маятник көрсетілген. Маятниктерге ілінген жүктің массасы 500 грамм. Егер серіппелердің қатаңдықтары 40 ньютон бөлінген метр және 60 ньютон бөлінген метр болса, олардың периодтары қандай дейді. Яғни бізде қарап отырсақ, суретте екі не берілген, серіппелі маятник берілген. Қарап отырсақ, бірінші суретте бізде жаңағы серіппелеріміз қалай жалғанған, тізбекте жалғанған, екінші суретте параллель жалғанған. Енді бізде периодты анықтайтын формула бар, иә. Периодтың формуласы серіппелі маятниктің 2π бөлінген, 2π көбейтілген масса бөлінген қатаңдық. Жалпы масса бөлінген қатаңдық, иә. Енді осы жерде бізде екеуінде де масса тұрақты екенін көріп отырмыз. Ана жерде қисық кетіп қалды жарайды. Массалар бірдей екенін көріп отырмыз, бірақ қатаңдықтары әртүрлі, яғни серіппелері әртүрлі жолмен жалғанғаннан кейін олардың қатаңдықтары әртүрлі болады, сәйкесінше. Енді бізде біріншіні қарастыратын болсақ, бұл жерде бізде тізбектей жалғанған. Тізбектей жалғанғандықтан біз не істейміз? Қатаңдығымыздың мәні, егер екі серіппе берілгендіктен біз не істейміз? Формуланы қолданамыз. К1 көбейтілген К2 бөлінген К1 қосылған К2. Есептейтін болсақ, К1-іміз 40-қа, К2-іміз 60-қа, оны біз бөлеміз 40 қосылған 60-қа. Сол кезде бізде 24 ньютон бөлінген метр деген мән шығады. Енді екіншісі бізде параллель жалғанған, иә. Параллель жалғанған. Енді параллель жалғанғандықтан не істейді? Қатаңдықтары, бұл жерде формула оңайырақ, тек қана қатаңдықтарын бір-біріне қоса саламыз. Яғни 40-қа қосамыз 60-ты. Сонда бізде 100 ньютон бөлінген метр деген мән шығады. Енді периодын анықтайтын болсақ, 2π, яғни 6-да 28 көбейтілген массасы 0,5 килограмм. Яғни біріншісінде тізбекте жалған кезде біз оны 24-ке бөлеміз. Сол кезде бізде жыл шамамен 0,144 секунд деген мән шығады. Енді екіншісін шығаратын болсақ, бізде дәл солай 6-да 28 көбейтілген түбірасты 0,5 массасы және де қатаңдығы 100 ньютон бөлінген метр. Бұл жерде де бізде 0,91 секунд деген жауап шығады. Яғни бұл жерде бізде А жауабын белгілейміз. Келесі есеп. Серіппеге ілінген жүк гармоникалық тербеліс жасайды. Егер тербеліс амплитудасы 5 см, ал периоды 2 секунд болса, жүк үдеуінің ең үлкен мәні. Бұл бізде оңай жаңа формуламен шығара салатын есеп. Енді формуламыз қандай болады? Бізде жылдамдықтың формуласы омега көбейтілген амплитуда, иә. Ал үдеудің формуласы омега көбейтілген жылдамдық. Яғни былай ғой, бізде теңдеу бар, біз айттық, x тең болады, x максималды, айталық синус омега т дедік, біздің осындай бір
қандай да бір теңдеуіміз берілсін. Сіздерге осының қаяқтан шыққанын дәлдеп көрсетейік. Так, синус омега т. Енді біз мына неден бізге нені табу керек? Үдеуінің ең үлкен мәнін табу керек, яғни үдеуінің амплитудасын табу керек. Бізде не бар? Жылдамдықтың біз үдеуін табу үшін жаңағы тербелістің теңдеуінен екі реттік туынды аламыз. Бірінші реттік туындымыз бізде жылдамдықтың формуласын береді. Жылдамдықтың, яғни жылдамдық теңдеуін береді. Жылдамдықтың теңдеуін табатын болсақ, туындалсақ, мысалы, мына x максималды қандай да бір коэффициент өзі орында қалады. Одан кейін бізде мына омеганың ішіндегі нәрседен тоже туынды аламыз. Сол кезде омега ішіне келеді. Мысалы, синустан туындалсақ, например, косинус омега т болады. Біз бағана мына есепте алдық қой. Бірінші есебімізде алдық, туындалған кезде мына жердегі коэффициент не істеді? Алдына қарай түсті де бізде не болды? Жаңағы x максимал көбейтілген омега болды, по сути. И мына жерде де дәл сондай формула. Тек мысалы теория жүзінде оны дайын формула етіп береді. Ал оның қайдан шыққанын көбіміз білмей жатамыз. Енді үдеуді табу үшін осы жерден жылдамдықтан тағы бір туындалатын болсақ, x максимал, мынау бізде как коэффициент сияқты тұра береді косинустың алдындағы. Одан кейін омегадан жаңағы косинустың ішіндегі функцияны тағы да не аламыз, туынды аламыз. Сол кезде бізде омега шығады қайтадан. Одан кейін мына косинус бізде мысалы синус болып өзгереді и кете береді деген секілді. Мысалы минус синус омега т болады. Синус. Сонда бізде не болды? Жаңа үдеуіміздің формуласы x максималды көбейтілген омега квадрат синус омега т. Міне, яғни бізде осы үдеуіміздің максималды, яғни мәні, ол мына біздің тригонометриялық функциямыздың алдында тұрған коэффициент. Яғни біздің жағдайымызда ол бізде минус x максималды көбейтілген омега квадрат. Яғни минусын біз алмай қойсақ та болады, яғни ол модулін алсақ болады. Көп жағдайда негізі модулін алады. Енді үдеуін анықтаймыз. Осы жерде бізде қараймыз. Не берілген? Периоды берілген 2 секунд және де амплитудасы берілген 5 см. Бізде периоды берілгеннен кейін біз омеганы период арқылы өрнектеп аламыз, яғни омега в болады. Омега в-ның орнына мысалы омега амплитуда деп жазамыз. Сол кезде омега квадрат амплитуда деген формула шығады. Әрі қарай омеганың квадраты бізде, омега дегеніміз периодпен өрнектесек, 2π бөлінген т, сыртында квадраты бар және де амплитуда. Омега тең 2π, яғни бізде оны ашу керек екенбіз, 6/28 бөлінген 2, оның квадраты көбейтілген амплитуда 0,105 метр. Осы кезде бізде жуықшаммен қанша шығады екен? Негізінен 0,5 метр секунд квадрат шығады. 0,5 метр секунд квадрат деген мән шығады. Ол бізде в жауабында. Келесі есеп. Гармоникалық тербеліс кезіндегі дененің тербеліс теңдеуі осындай, дененің максимал жылдамдығын табыңыз. Міне, жаңағы біздің есебімізге тағы да ұқсас, яғни бізде бұл жерде уже нені беріліп қойған, теңдеуін беріліп қойған. 0,5 косинус 2t. Максимал жылдамдығын табу үшін біз туынды аламыз. Туынды алсақ, 0,5 көбейтілген 2 синус 2t болады. Яғни 2 бізде алдына қарай түсті. Функцияның ішінде және де косинустығы минус синус 2t. Яғни осылай біз автоматты түрде ойша шығара салсақ болады. Әрі қарай v-ның т-ға қатысты теңдеуі минус 0,5 2 көбейтсек, бізде минус 1 синус 2t шығады. Яғни бізде минус 1 дегеніміз осы біздің максималды жылдамдығымыз. Яғни оны модулін алсақ, ол бізде 1 метр секунд деген жауап шығады. Келесі, суреттегі толқындар туралы дұрыс тұжырымдарды анықтаңыз дейді. Енді суретке қарап отырсақ, бізде 2 түрлі толқындар берілген. Жалпы біз бұл толқындар туралы не айта аламыз? Бізде берілгенінде, яғни бізде нелерін салыстырып тұр? Лямбдаларын, яғни толқын ұзындықтарын салыстырып тұр, және де тербеліс амплитудаларын салыстырып тұр. Белгілеп қойдым. Енді біз графикке қарайық. Графикке қарайтын болса, амплитуда дегеніміз не? Ол біз y осіне қараймыз, амплитуда дегеніміз. Сонда мына бірінші және де екінші графиктердегі
нелеріміз, ең биік нүктелері қайсыған келіп тұр, екеуі бір-біріне сәйкес келіп тұрған жоқ, иә. Біреуі мысалы айталық, мына жақ 2 болса, мына жақ 1 деген секілді. Яғни екінші, яғни көк графигіміздің амплитудасы 1-ге тең болса, қызыл графигіміздің амплитудасы 2-ге тең болып тұр. Яғни не болып тұр? Екеуі бір-біріне тең болып тұрған жоқ. Яғни тербеліс амплитудалары бірдей ма? Әрине жоқ, олар бізде әртүрлі, бірдей емес. Одан кейін біз лямбдаларын сәйкестендіретін болсақ, лямбда дегеніміз бізде яғни периодтың ұзындығы, иә. Так, жазайық мына жаққа. Периодтың ұзындығы деп айтамыз, немесе ең жақын екі өркештің арасындағы арақашықтықты біз толқын ұзындығы, яғни лямбда деп белгілейміз. Жазатын болсақ, лямбда, яғни толқын ұзындығы деген сөз бұл. Толқын ұзындығы. Және де ол бізде қалай беріледі? Ең жақын екі өркештің арасы. Өркеш арасы. Міне, мысалы, мынау бізде бір түйенің өркеші секілді, иә? Осы өркештердің арасы бізде не болады? Лямбда болады. Немесе периодтың ұзындығы десек те болады. Ұзындығы. Енді периодтың ұзындығы дегеніміз, мысалы, мына жақта периодымыз нешеге тең болып тұр? Былайынан бір барып, екінші рет қайтқан кездегі осы екі аралық бізде не болып тұр? Период, иә? Ол периодтың осы ұзындығы лямбдамен анықталады. Енді бізде қарап отырғандарыңыздай, біз негізі лямбдалар бір-біріне тең емес, иә? Өйткені қараймыз графикке. Қандай түс алсақ екен? Жасыл түспен алайық. Мысалы, мына екі өркештің арасы нешеге тең? Қызылдікі. Мына жақпен, мына жақты алсақ, мысалы, мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, мына жер 5, мына жер 6, иә? Енді қараймыз. Мына жерді, мысалы, мына жақ 2-ге, мына жақ 5-ге болса, 5-тен 2-ні азайтатын болсақ, мысалы, мына жақ бізде 3-ге тең. Иә, мынаның ұзындығы 3-ге тең. Яғни, бұл бізде лямбда 1 шамамен 3-ге тең деп аласыздар, иә? Енді келесісі ненікін алайық? Көктікін алайық. Көктікін алатын болсақ, екі өркештің арасын алсақ, мына 6 деп жалғастырып кете береге. Мына жақта тұр біздің неміз, ортасы 3, 4, мына жақта мен мынаны бөлмеппін ғой. Пластик онда. Дұрыс координаттан сызбаппыз. Мына жақта 0-ден басталады. Мына жерде мысалы 1, 2, мына жақта 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, мына 10 деп аламыз. Сонда бізде мына екі өркеш деп алатын болсақ, біз не істейміз? Мына 5-тен 1-ді азайтамыз, сонда мына жақ 4-ге тең, иә? Ал енді көктікін қарасақ, оның екі өркеші мына өркеш пен мына өркештің арасы. Сонда 2-ге, мынау 10-ға тең, иә? Оны 2-ні азайтатын болсақ, оның өркешінің арақашықтығы бізде 8-ге тең. Яғни бізде лямбда 2-міз лямбда 1-ден қарағанда неше есеге үлкен болып тұр? 2 есеге үлкен болып тұр. Яғни лямбда 2-міз лямбда 1-ден 2 есе үлкен. Ондай вариант бізде С жауабында көрсетілген. Яғни бізде жауабымыз С-мен де болады. Келесі. Теңіз түбіне жіберілген дыбыс сигналы шағылып 6 секундтан кейін оралатын болса, теңіздің тереңдігін анықтаңыз. Бұл өте оңай есеп, бірақ кей кезде мысалы шатасып жатуымыз мүмкін, өйткені мен бірнеше тағы мысалын көрсеткім келіп тұр. Мысалы, теңіз түбіне жіберілген сигнал шағылса дейді. Енді мына жақта теңіз түбі, мына жақта жаңағы адам отыр делік,
Ол не істейді, сигналды жібереді. Теңіз түбі болады. Қандай аяқта мысалы құм бар делген. Сигнал былай барады, одан кейін қайтадан қайтады. Осы кезде бізде қанша уақыт кетеді дейді? 6 секунд кетеді дейді. Ал судағы жаңағы неміздің дыбысымыздың таралу жылдамдығы 1450 метр секунд. Енді бізге тереңдігін анықтау үшін, H тереңдікті анықтау үшін бізге тек барған кездегі уақыт керек, дұрыс па? Тек барған кездегі уақыт керек. Яғни біз осы уақытты 2-ге бөлеміз, яғни 6 секунд десек, ол 3 секунд барады, 3 секунд не істейді? Қайтады. Сонда біз тек биіктігін анықтау үшін не істейміз? Осы жылдамдығымызды, яғни v-ны формуласын жазайық. V-ны уақыттың жартысына көбейтеміз. Сол кезде бізде 1450 көбейтілген 6 бөлінген 2 тең бізде қанша шығу керек? 4350 шығу керек, шатаспасам. 4350 метр шығады. Яғни ол бізде А жауабына және де Е жауабына сәйкес келеді. Бірақ мысалы бізде мынандай нәрсе берілуі мүмкін, кейде шатасып қалуларыңыз мүмкін. Мысалы ұбт-да айталық, бір найзағай жарқылдады делік, найзағай жарқылдады. Сіз мына жақта жерде тұрсыз. И осы найзағайдың жарқылының жаңағы мысалы айталық жылдамдығы, сізге қанша уақытта келеді? Жарығының жылдамдығы деу мүмкін, немесе дыбысының жылдамдығы қанша уақытта келеді деу мүмкін. Еске мысалы айтады. Немесе айту мүмкін, ол сізге бір 8 секундта келеді десе, сіз 8 секундты 2-ге көбейтіп, жаңа 2-ге бөліп жылдамдыққа көбейтсеңіз болмайды. Өйткені бұндай жағдайда біз не істейміз? Уақытты бөлмейміз. Өйткені ол бізге барып қайтып келмейді ғой. Ол жарқылдайды. Содан кейін біз не істейміз? Бірден дауыс не істейміз? Осы дауысын біз 8 секундтың ішінде естейміз, Яғни 8 секундтың ішінде естігеннен кейін біз оны 2-ге бөле алмаймыз. Ал мынандай жағдайда, мысалы, шағылды десе, онда бөлуге болады. Мысалы, тауда сіз айғайладыңыз, сіз даусыңызды мысалы 10 секундтан кейін естідіңіз десе, уже ол кездегі жаңағы ара қашықтықты тап десе, 10 секундты 2-ге бөлу керек болады. Келесі есеп. Математикалық маятниктің жердегі тербеліс периоды Т0-ға тең болса, және де егер басқа бір планетада еркін түсу үдеу жердегіден n есе үлкен болса, сол планетада маятниктің тербеліс периоды қандай дейді? Бізде не берілген? Т0 деген бізде жердегі период деп ал дейді. Және де басқа бір планета бар, және де ол жердегі еркін түсу үдеу жердегіден n есе үлкен болса дейді. Яғни біздің G бір басқа планетаныкі жердікінен n есе үлкен болу керек. Яғни G0 деп алайық, жердегіні. Осы кездегі тербеліс периоды қандай? Яғни біз басқа планетадағы тербеліс периодын жердің периодымен, яғни Т0-мен өрнектеуіміз керек. Ол үшін қарапайым формуланы жазамыз. Жердегі біздің тербеліс маятнигіміздің периоды, мысалы, L бөлінген G-ға тең болсын, G0-ға. Басқа бір планетада ол 2π түбірасты L бөлінген, енді G-мыз басқа планета, ал басқа планетадағы G-дің несі өрнектесек, біздің планетамыздан n есе үлкен дейді. Яғни оны біз осылай өрнектеп аламыз, яғни орнына апарып қоямыз. Басқа планетаның еркін түсу үдеуінің орнына. Енді осы екі теңдеуді біз бөлеміз. Яғни Т0 бөлінген Т басқа планетаныға. 2πлар қысқарады, L мен L қысқарады. Одан кейін бізде бір-біріне бөлеміз бөлшектерді бөлсек, бізде NG0 бөлінген G0 болады. Ол бізде түбір астында болады. G0 мен G0-дар қысқарады. Т0 бөлінген Т басқа планетаныкі түбір асты n-ға тең болады. Енді біз басқа планетаныкін өрнектейтін болсақ, біз жер планетасының периодын осы түбір асты n-ға бөледі екенбіз. Енді оның оңай есептеу жолы да бар. Біз дәлелдеп жазып бердік қой. Бізде мысалы Т0 2π түбір асты L бөлінген G0 дедік, Формуламыз осындай. Енді біз басқа планетада не істейміз?
еркін түсу үдеуіміз n есе артады. N есе артып тұр. N есе артып тұр. Ол периодқа қандай? Кері пропорционал. Яғни бізде мынау артады, керісінше. Так, мына жерде түбір асты L, мына жерде период, так, n есе үлкен болса, біздің неміз мына бөлшектен шығатын санымыз азырақ болады, азырақ болады. Сәйкесінше азырақ болғаннан кейін периодымызды не істейді? Азаяды. Бірақ нешеге азаяды? N есе азаймайды, өйткені бізде түбір асты бар. Ол түбір астынан шығады. Сонда не істейді? Түбір асты N есе азаяды. Сонда біз Т0-ді түбір асты N-ға бөлеміз. Ол былай сияқты, мысалы, біз еркін түсу үдеуімізді мысалы 4 есеге арттырсақ, біздің периодымыз неше есе қалай өзгереді? Ол 2 есе кемейді деген сөз, Осындай бір логика. Яғни формуланы жаңағы бірден бір-бірімен қалай байланысты екенін пропорцияны білсеңіздер, кішкене оңайырақ шығады. Ал егер білмесеңіздер, онда жағынан қиналып шатасам десеңіздер, онда осылай жүйе құрып шығарсаңыз да болады. Соңғы екі есебіміз қалды. 9-шы есеп бізде теориялық есеп. Серіппеге бекітілген дене горизонталь бағытта гармоникалық тербеліс жасауда. Егер үйкелісті ескермесек, жүйенің максимал потенциалдық энергиясы қай нүктелерде орын алады дейді. Енді бізде серіппелі маятник берілгендіктен, оның потенциалдық энергиясы нешеге тең болуы мүмкін? Ол бізде kx квадрат бөлінген 2. Енді бізде мынау пружинамыз, серіппеміздің қатаңдығы қандай? Тұрақты. Констант. Тұрақты. Енді бізде потенциалдық энергия максималды болу үшін бізде не ең үлкен болу керек? Ол бізде x үлкен болу керек. Яғни x дегеніміз ол бізде x-та емес, ол дельта x. К көбейтілген дельта x квадрат бөлінген 2. Яғни ығысу, максималды ығысу бізде максимум болса, онда потенциалдық энергиямызда максимум болады. Енді мынау бізде жаңағы тербелісіміз былай тұр дейді, яғни бұл координата басы деп ал дейді. Оның максималды ығысу нүктесі ол мына Е нүктесінде және де минус А нүктесінде. Негізі ол былай да ығысады, яғни біз оны мына пружинаны былай қарай итеретін болсақ, сығатын болсақ, бүйтіп пружина жиналады да осылай. Осы жерде бізде не болады? Денеміз мына жерге келеді, Осы кезде бізде ығысуымыз қандай болды? Максималды болды, Ығысуымыз аға тең болды, мына жақта екеуінде де аға тең болады. Сол кезде бізде ығысу максималды болғаннан кейін, бізде А және Е нүктелерінде потенциалдық энергия максималды болады екен. Ал С нүктесінде бізде кинетикалық энергиясы максималды болады, өйткені бұл жерде бізде не болады? Жылдамдығы ең үлкен нүктеге тең болады. Бұл жаңағы біздің қай есепте айтып едік? Екіншісінде айттық, Екінші есебімізде осыған ұқсас болды, тек ол жерде жаңағы маятник болды. Так, 10-шы есеп. Суретте математикалық маятниктің тербелісі көрсетілген және де шардың массасын 200 грамм деп алып, график бөліктермен энергияларын сәйкестендіріңіз дейді. Яғни бұл жерде де жаңа бізде математикалық маятнигіміз берілген. Енді бізде айтады, олардың энергияларымен сәйкестендіріңіз дейді. Дененің бірінші бөліктегі кинетикалық энергиясы нешеге тең? Енді біз жаңа не деп айтқан едік? Мына жерде екінші нүктеде оның жылдамдығы максималды болады. Бірақ ол максимум өзінің ығысуына жеткенде, яғни амплитудасы максимум болған кезде оның жылдамдығы 0-ге тең болады деді, Енді біздің 10-шы есебіміз осыған байланысты. Бізде мына жақта оның жылдамдығы максималды, бірақ мына жерде биіктігі максималды болады. Яғни ауысады, энергияны сақтау заңы бойынша биіктік пен жылдамдықтың арасы ауысып отырады. Осы кезде біздің мына жердегі жылдамдығымыз 0-ге тең болғандықтан біздің кинетикалық энергиямыз нешеге тең болады? 0-ге тең болады бірінші бөлікте. Енді келесі, дененің екінші бөліктегі толық энергиясы дейді. Дененің екінші бөліктегі толық энергиясы, ол жерде бізде толық энергиямыз нешеге тең болып тұр? Кинетикалық энергияға тең болып тұр, өйткені бұл жерде бізде потенциалдық энергия 0-ге тең, яғни кинетикалық энергия максималды болып тұр. Енді
біз кинетикалық энергиямен табайын десек, бізде жылдамдық жоқ, бірақ бізге не берген? Максималды көтерілу биіктігі берілген. Енді максималды көтерілу биіктігі 10 сантиметрге тең болса, бұл жерде бізде керісінше потенциалдық энергиямыз максималды болып тұр, иә? Потенциалдық энергиямыз максималды, яғни біздің кинетикалық энергиямыздың максималдылығы мен потенциалдық энергиямыздың максималды мәндері бір-біріне тең болады, яғни энергияны сақталу заңға қарапайым. Енді осы жерден біз толық энергияны табатын болсақ, ол бізде mgh-қа тең болады. Массамыз 200 грамм де 0,2 килограмм, G-мыз 10-ға және де 10 сантиметріміз 0,1 метрге тең болады. Осыны шығаратын болсақ, мынаумен бізде қысқарады, сонда 0,12 жоуль деген бізде H жауабымыз шығады екен. Жалпы осымен видео сабағымыз аяқталды. Есептер қатты күрделі емес, әрине, бірақ та сіздерге пайдалы болады деген ойдамын, иә. Енді келесі сабақтардан бастап біз уже толқындық оптика, геометриялық оптика деген секілді әр апта сайын жаңа бір тақырыптарды өтетін болып, сол жерде бізде теориялар көп болады. Сол себепті жаңа викториналарды да көптеп өткізуге тырысамын телеграм-каналда. Жалпы осы видео сабақты соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видео сабақтарда көріскенше.